Ассаламағалейкум. Бүгін мінекей 5 тамыз 2025 жыл. Біз қазір Жетісу облысының Алакөл ауданы Ақши ауылдық округіне келіп тұрмыз ба? Иә, бұл Ақши ауылдық округінің Ырғайты ауылдық округі, соның ішінде Ақши ауылы. Ырғайты ауылдық округі, соның ішінде Ақши ауылы. Ақши көктім ауылдары кіреді, соның ішінде Ақши ауылы. Туризм. Өзіңіз таныстырып жіберсеңіз, кім боласыз? Мен Ырғайты ауылдық округінің әкімі Мұқабаев Дәуренбек Қадырбекұлы. Жалпы Дәуренбек мырза, қазір біз қай жерге келіп тұрмыз? Қазір біз Ақши ауылының және кіре берісінде осы биылғы жылғы үлкен құрылыс нысаны салынды. Соның ішінде мына электр бізде подстанция үлкен салынған. Сол жерге келіп тұрмыз. Өздеріңіз міне көргендей айтып бересіз бе енді? Өздеріңіз көргендей міне бүгінгі күні осы қосалқы бізде подстанция қазіргі кезде. Бұл жалпы 5 көл ауылдық округынан осы Ақши ауылы бойынша жалпы ұзындығы осы 50 шақырымды құрайтын 56 шақырым құрайтын электр желісі, сонымен қоса міне подстанция салынып отыр. Бұл биылғы жылдан бастап міне қолданысқа беріліп жатыр. Осының негізінде көл жағалауында бізде демалыс орындарының электр желісімен үздіксіз жаңағы тұрақты және қамтамасыз ету үшін арналған. Осының негізінде жылдан жылға сайын өткен демалыс орындары көбейіп келеді, демалушылардың саны көбейіп келеді. Соған сәйкес жаңағы осы демалыс орындарында тұтыну, электр желісін тұтыну жыл сайын көбейіп келеді. Осыған байланысты міне осындай подстанция салынып, қазір қолданысқа беріп, үлкен бір туризм даму үшін үлкен жағдай жасалып отыр. Енді осы жерде сұрайшы дегенім, бұл президент ескертуден кейін балып жатыр ма, жоқ әлде? Өткенде Алакөл жайлы ескерту жасады ғой президент. Жоқ, ол жалпы енді президенттің енді жалпы туризм бойынша ескерту ғой. Бұл енді жыл сайынғы өзі плановый дейміз ғой, жоспарлық жұмыстар, иә, электр қауіпсіздігі. Яғни президент ескерту жасағанға дейін жасалып қойған ба? Иә, жасағанға дейін жасалып, ол уже осы қолданысқа. Өйткені кейбіреулер ойламасын деймін де, президент айтқаннан кейін істеп жатыр екен демей, оған дейін де істеліп жатыр. Ал жалпы ол туризмді жалпылама айтқанда. Иә, ол жалпылама туризм бойынша ғой, біз жаңағы ескерту бар осы туризм бойынша, оны біз дұрыс жағынан қабылдап, жаңағыдай, ал мына осындай құрылыс нысандары ол осы туризм даму үшін жыл сайынғы жоспар бойынша жасалып отыр. Дәуренбек мырза, біз бұл жерге арнайы келіп отқанымыз бар емес, мен де алдында келгем ғой бұл жерде демалғаным, жаңа айттық қой камерасында бірнеше рет тоқтағаным бар тұғын. Ол кезде тоқтам перебой болып жататын. Иә. Жаңағы біресе олай, біресе былай. Бүгін мысалы арғы бетте демалғандар бар да, жаңағы Өскемен жақтағылар, Абай облысындағылар. Иә. Ол жердің өзінде айтып жатыр, әлде де бар ол дейді перебой. Мына жерде енді тек қана осы Ақшиде ме, жоқ әлде жағалаудың бойының бәрінде осы тоқ жаңа стабильный келіп тұра ма? Бұл енді бұл подстанцияның қызметі мына бүкіл демалыс орындарын үздіксіз жаңағы тоқпен қамтамасыз ету қауіпсіз жағдайында. Инвесторлар яғни қорықпай келе берсе бола бере ме? Инвесторлар қорықпай келіп, енді демалыс орындарын салып, басқа да жағдайларға осы демалушылар келе берсе болады. 110 киловатт жете ме бәріне? Жетеді. Енді ол жалпы ол аз емес негізі. Иә. Тоқтай қазір бүгінгі таңда жоба бойынша демалыс орындарының толық қуаттылығын қамтамасыз етіп отыр. Миллиондық қаланың өзі 350 киловатт жейді, сіздер 110 алып отырсаңыздар. 110 алып отырмыз. Бұл 330 мың халқы бар қалаға арналған тоқтың күші ғой. Біз енді арғай жоба бойынша тағы да биылғы жылына Қасымда Көктұма деген ауыл бар. Иә. Ол жақта да туризм дамып келе жатыр. Демалыс орындары көбейіп жатыр, демалушылар саны көбейіп жатыр. Соған сәйкес ол жақтында және электр несін тоғын және қамтамасыз ету жұмыстарына жобалық сметалық құжат жасалып жатыр қазір биылғы жылы. Бұл аудандық тапсырыс беруші аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы. Ол жақта осындай подстанция салына ма сонда? Осы жаққа да ұқсас па? Ұқсас болғанда осы подстанцияны және электр сесін соған қосу арқылы жаңағы жеткізу. Негізі сіздерге мынау үлкен лепті көріп отырмын. Бұл қайдан келеді сонда тоқ? Бұл негізгі бізде қазіргі мына Бескөлден келіп отыр. Бескөл бізде. Бескөл деген таудың басындағы ГЭС па не ол? Жоқ, Бескөл деген мына жақта бізде жаңағы Шығыс Қазақстан жақта ма? Жоқ, өзіміздің мына Үшаралдың қасындағы не ғой? Жақсы білемін. Үшаралдың қасындағы ма? Иә, сол жер үлкен сорғын тартылып жатыр. Ол жерде қалай тоқ шығарады? Енді оны тоқ шығаратында бізде сол жақта ең негізгі жаңағы подстанцияның несі болып тұр ғой. Сол камера жатырмыз. Жаңағы линиядан. Енді бізде екінші қазір тағы да жобалық сметалық құжат әзірленіп жатыр. Ақтоғайдан бері Ақтоғайдан осы біздің Көктұмаға дейінгі аралықта тағы да қосылып таратып. Сол кезде сіздер 100%. 100% біз болашақта осы туризм аймағын электр желімен қамтамасыз ету жоспарлап отыр. Қамтамасыз ету. Әдемі. Осының бәрін бітірсеңіз медаль алмайсыз ба? Жоқ, медаль үшін емес, өзі біздің қызметіміз. Жоқ, әзіл болсын. Қайда барамыз енді дәке? Не көрсетіңіз тағы да? Келесі үлкен құрылыс нысаны қазір биылғы жылы міне тағы да құрылыс салынып жатыр. Кәріз жүйесі дейміз. Соған барамыз. Кеттік.